Армысыздар, құрметті қазақ ел, құрметті ағайындар. Бүгін 8 наурыз күні Алматы қаласында елімізде соңғы жылдары бас көтеріп келе жатқан бір жыныстылар, түрлі түстілер, ЛГБТ ұйымдары, оның ішінде лесбиянкалар бастаған шеру тағы да өтті. Былтырғы шеруден кейін дау-дамай болып біраз дүрліккен болатынбыз, шуладық, қойдық. Енді биыл тағы да өтті. Егер биыл тағы да үндемесек, осылай жылда осындай шеру өте береді, оның аяғы түптің түбінде бір күні гей-парад қалып келеді. Сондықтан осы күннен бастап қамтамасыз етпесек, ертең ұлтымызға балташа бар осындай ұйымдардың өркендеуі әбден мүмкін. Бүгіннің өзінде өркендеп отыр. Сондықтан біздің жауабымыз 12 наурыз күні Алматы қаласында сағат 11:00-де Шоқан Уәлиханов атындағы Гүлзарда өтеді. Бейбіт шеру өтеді. Сол бейбіт шеруге барлықтарыңызды шақырамыз. Исі қазақ, болмысы кәдімгі ерлі зайыптының орнын білетін, болмысы бұзылмаған ата-аналар, барлықтарыңыз келіп, осындай біздің ұлтымызға, болашаққа балташа бар ұйымдарға деген өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдірулеріңізді сұранамын. Және де сіздерді күтемін. Еш қорықпаңыздар, уайымдамаңыздар. Өйткені бұл бейбіт шеруге рұқсатымызды біз алдық, рұқсатымыз бар, құжатымыз бар. Құжатымыз болғандықтан ол жерде біздің қауіпсіздігімізді құзырлы органдар қамтамасыз етеді. Енді ол жердегі бұл шерудің мақсаты осы 2 жылдан бері бұлардың айтып келе жатқан дүниесіне жауабымыз болу керек. Біздің жауап, біздің мемлекетте әйелдердің құқықтары тапталмаған, біздің мемлекетте әйелдер кез келген биік лауазымды орындарда отыр, парламентте де отыр, мәжілісте де отыр, кез келген компаниялардың президенті де болып отыр. Соған қарамастан сол әйел азаматтардың әрқайсының өзінің отбасы бар, өзінің ерлері бар, жолдасы бар, бала-шағасы бар, отбасы бар. Яғни ошағының отын сөндірмей, сонымен қатар сондай биік лауазымды жұмыстарында істеп, қоғамға да өздерінің үлестерін қосып отырған әйел азаматтар бізде өте көп. Соны біз көрсетуіміз керек, дәлелдеуіміз керек. Бұлардың сөзінше Қазақстан мемлекетінде әйелдердің құқықтары тапталған, әйелдердің ешқандай жұмыс істеуге мүмкіншілігі жоқ, мүмкіншілігі тіптім шектелген деп сондай сөзбен келтіріп отыр. Сондықтан біздің мақсатымыз осы. Біз өзіміздің дәстүрімізді көрсетуіміз керек, салт дәстүрімізді көрсетуіміз керек. Ежелден келе жатқан ерлі зайыптың, еркектік орны бар, әйелдің әйелдік орны бар екенін көрсетуіміз керек. Мақсатымыз осы. Енді келетін кезде әрқайсыларыңызда әйел азаматтар мейлінше ұлттық киіммен келсеңіздер, аналар жаулықтарыңызда ақ жаулықтарыңызбен келсеңіздер, ер азаматтарымыз шапандарыңызды киіп, ұлттық болмысымызды сол жерде кәдімгідей бір ауыздан көрсетіп, бір ауыздан айтып жеткізсек деген ойымыз бар. Және де сол жиыннан кейін, сол жиналыстан кейін, сол жерде резолюцияға біз қол жинаймыз, сол жерден қол қойып, тікелей сол резолюциямызға президентке, парламентке жіберетін боламыз. Ол жерде біздің тек қана бір талап, елімізде осындай ұлтымызға балташа бар ұйымдардың жасырын және ашық түрдегі насихаттарына, жарнамаларына заңды түрде тыйым салу. Яғни, ертеңгі күні көшеде кішкентай мына әлі санасы қатпаған балаларымыз еркек пен еркектің сүйісіп тұрғанын көрмеу керек, қыз бен қыздың құшақтасып сүйісіп тұрғанын көрмеу керек. Және де жаңағындай әлеуметтік желіде де, басқа жерде де мынандай плакат, билборд сияқты сондай жарнамаларын біздің балалар көрмеу керек. Осы уақытқа дейін бұлар өмір сүрді, осы уақытқа дейін жасырын түрде өмір сүрді, ары қарай да солай жасырын өмірлерін сүре берсін. Неге біздің оның жалпы қоғам, біздің балалар бұлардың бір жыныстыларын көріп, ары қарай біздің балаларымыздың санасы улану керек. Сондықтан осындай дүниеге барлығымыз бүкіл халық болып жұмыла отырып тоқталып қоймасақ, ары қарай күніміз мүшкіл болады. Сондықтан бар қазақ елі, барлықтарыңызда Алматы қаласында сағат 11:00-де Шоқан Уәлиханов атындағы Гүлзарда күтеміз.